Кешкі асқа тез дайын болатын макарон палау жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен бізге қажетті ет қажет болады. Етті ұсақтап турап алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай етіп, майдарақ етіп ұсақтап турап аламыз метімізді. Қалауларыңызша ұзынша етіп турасаңыздар да болады, майда етіп турасаңыздар да болады. Мінекей, осылай етіп, ұзынша етіп турап аламыз етімізді. Етімізді турап алдық. Ендігі кезекте біз сәбізімізді турап алатын боламыз. Соңында жазып кететін болам. Қанша, неше граммнан, неше үштік сәбіз, неше үштік картошка, пияз салғанын бәрін соңында жазып кететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей, осылай етіп жақсылап сәбізімізді турап аламыз. Төрт бұршақ етіп, көбік сияқты қылып тураймыз. Майда болу керек. Майда болса өте әдемі көрінеді тамақты. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай осылай етіп жақсылап турап аламыз. Мінекей, сәбізімізді турап алдық. Ендігі кезекте біз пиязымызды және картошкамызды жақсылап турап алатын боламыз. Картошкамызды да майдарақ етіп турасаңыздар өте дәмді болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай етіп, картошкамызды да майдарақ етіп турап аламыз, көбік сияқты етіп. Мінекей, картошкамызды, пиязымыздың бәрін турап дайындап алдық. Ендігі кезекте қыздырып, үстіне майымызды құятын боламыз.
кезекте ise картошкамызды салып бәрін бірге қосқайтын боламыз. Кешкі асқа осы тамақты жасайтын болсаңыздар тез дайын болады. Асығып тұрсаңыздар да 20 минут, 25 минутте пісетін болады. Мінекей картошкамызды салып, жақсылап қызартып, оның үстіне біз майда макаронымызды салдық. Қанша салғанымның бәрі төменде жазып кететін боламын. Мінекей, және бір рет қосып аламыз. Макаронымыз, майда макаронымыз қызару керек, қызарып, күйген сияқты қызару керек. Соған дейін біз қозғап тұратын боламыз. Түбі қатты күйіп кетпеу керек. Мінекей, ақырындап қозғап тұрамыз. Осылай етіп. Оттың астын қатты қылып қоямыз. Отымыздың астын газ болса газды қаттырақ қойып, плита болса плитаны да қаттырақ қоясыздар. Өйткені қызарып, әдемі болып шығу керек. Мінекей, осылай етіп жақсылап қуырып тұрамыз. Қозғап, жақсылап араластырып. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластырып тұрамыз. Мінекей, енді топшақтары қызарып келе жатыр біздікінде. Оны да жақсылап бір маса етіп жақсылап араластыратын боламыз тағы да. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Қызару керек макаронымыз. Майда жырымыз қызару керек. Мінекей, жұмысты ақырындап тағы да қозғап, топшақтар уже қызарып, әдемі шыға келіп жатыр. Бұдан да әдемі шығу үшін тағы да біраз қызартуымыз керек. Көріп тұрғандарыңыздай етіп, әдемілеп қызартатын боламыз. Мінекей, біздік уже әдемі болып қызарып шыға келді. Тағы бір-екі рет қозғап, осылай етіп қызартып аламыз. Енді оның үстіне біз суымызды қойып, астын қатты етіп, бір-екі минуттай астын қызартып алатын боламыз. Менде бұнда 2 бокал су құйдым. Сіздер көз мөлшерде де жасаңыздар болады. Мінекей, 2 бокал суымды қойып, жан-жағын жақсылап түсіріп, әдемі етіп, қақпағын жауып, 2-3 минутқа дымдап қойдым. Суы тартылу керек. Су тартылғаннан кейін астын ақырын етіп 10 минуттай дымдаймыз. Буға пісу керек. Өте тез дайын болатын тамақтың түрі. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Мінекей, енді 2 минуттан кейін уже суы тартылды. Енді жақсылап араластырып алатын боламыз. Тағы да су тартылу керек.
шығамыз. Не дейді, шаш папалау сияқты болып әдемі болып шаш қылып тұру үшін осылай етіп әдемілеп істеп аламыз.